Кім айтты тұқым қуалаушы ауру бар деп? Негізі ол жоқ қой. Енді былайынан түсіндіріп берейін да. Мысалға, бел ауру. Менің папам грижа болды, мамам грижа болды, мен де белім ауырып жүр деп келеді да, ол тұқым қуалап келді дейді да. Былайынша әйелдер былайынан есек болып бүткіл ауыртпашылықты өзі арқалап алады. Бессознательно ол еркек болып кетеді ғой. Просто оның барлығын тапсыру керек. Ал енді мінеке, оның тұқым қуалаушы ауру болатын болса, мамасынан келді деп айтайықшы. Мамасы папасымен тұрған кезде бүкіл жүкті өзі арқалап жүрген. Ана қыз не көрді? Мамасы жүкті арқалап жүргенін көрді. Сосын ол тұрмысқа шықты да, екеуі өмір сүргенде мен мамам барлығын істейтін түгін, соның барлығын мен де істеуім керек деген рөлге кіріп кетеді да. Үйленгеннен кейін жаңа мамасының рөлін алып алады ғой. Сөйтіп ол тұқым қуалаушы секілді болып көрінеді. На самом деле оның кішкентай кезіндегі ең бірінші мұғалімі, ұстазы, ата-анасы. Сол ата-анасынан алған форманы өзінің өміріне енгізеді да, бүткіл жауапкершілік алып алады. Менен толық ақпарат алу үшін комментарийге 8 сөзін жазып, менің парақшамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп өт.